Ассалаумағалейкум, құрметті ер қанаты ұлттық мәдени жобасының көрермендері. Мен Әділ Орынбасарұлы бүгін Арқа жерінен Астанадан Алатауға, Алатау бөктеріне, Алматы қаласына ат басын тіредік. Бүгінгі біздің бағдарламамыздың қонағы Алматы облыстық мәслихат депутаты, спортшы, джиу-джитсудан қара белбеу егері, гриплингтен Азия чемпионы Сағадат Нұрмағамбетов атындағы спорт клубының негізін қалаушы Нұрсұлтан Орынбасаров. Нұреке, ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Қош келдіңіздер. Жақсы бар. Аллаға шүкір. Ең біріншіден бүгінгі сұхбатқа уақыт бөліп, ниет білдіргеніңізге үлкен рахмет айтқым келеді. Көп рахмет, сіздерге де арнайы осылай сұхбатқа шақырып, біздің Алматыға келіп жатқандарыңызға үлкен рахмет. Рахмет екен. Нұреке, өзіңіз жайлы көрерменге бірауыз айтып өтсеңіз, енді спорттағы жетістіктеріңізді білеміз, қаншама деген шәкірттеріңіз бар, жалпы спортқа қалай келдіңіз? Енді шыны керек, мен спортқа өзім негізінде кеш келдім. Себебі бала кезден спортшы болуды армандадық. Көгілдір экраннан олимпиадалы чемпиондарын көрген кезде мен де осылай бір елімнің туын биікке көтерсем ғой деген менде арман болатын. Бірақ спорт үйірмесі мен өскен ауылда, яғни Алматы облысы Іле ауданы Ашшыбұлақ ауылында, мен оқып жүрген кезде мен бала кезімде спорт үйірмесі болған жоқ. Сондықтан да енді ауылдың балалары бірінші Алматы дейді, яғни қалаға барып, автобуспен барып кеп қатысып жүрді, мүмкіндігі барлар. Бірақ оған енді ата-аналар қорқады, алыс жерге қалаға жібермейді. Сондықтан енді көп балалар спортпен айналысқысы келсе де ондай мүмкіндік болған жоқ. Бірақ енді бала болғаннан кейін көшеде өзіміз алысып, күресіп өстік. Кейін 16 жасымда 9 сыныпты бітіргеннен кейін колледжге түскен кезде осы колледжде дзюдо күресіне барып бастадым. Сосын артынан желін атлетикамен айналысқан кездерім болды. Аралас жекпе-жекке қызығу мақсатында осы елімізде бразильский джиу-джитсу спорты келіп жатқан. Енді аралас жекпе-жекке шықсақ қой деген бір арман болатын сол кездері. Сол қызығушылықтың арқасында біз бразилиялық джиу-джитсуға да келіп, сол партердағы күрес дейді, сол жақтың ең алғашқы енді негізін қалаушылардың біріміз, ең алғашқы құрама командасы болдық. Сол кезде Біріккен Араб Әмірлігі Абу-Даби қаласында, Түркияның Алания қаласында, Португалияның Лиссабон қаласында осы еліміздің туын желбіретіп, осы жарыстарға біз қатыстық, халықаралық жарыстарға қатыстық. Сол өзім енді артынан колледжді бітіргеннен кейін Қаныш Имантайұлы Сатпаев атындағы Қазақ ұлттық зерттеу техникалық университетіне түстім. Сол университет қабырғасында жүрген кезде жаңағы джиу-джитсу күресімен айналысып, ол кезде мен алғашқы бапкерім Бразилиядан алдыртқан болатын, яғни джиу-джитсу, бразильский джиу-джитсу дамыту мақсатында арнайы Бразилиядан Арари Junior деген қара белбеу иегері келді. Содан үйренгенімді, енді мында ауылда мен білем ғой, өзім ауылымда қаншама спорт қызығатын жастар бар. Соларға енді бір керемет бір бапкер боламын, ондай мақсатым жоқ. Бірақ сол білгенімді, осы бразильден үйренгенімді сол жақтағы балаларға үйретейін деген мақсатпен өзім бір 15 шақты спорт қызығатын баланың басын қосып, сол дайындықты бастап кеткен болатынбыз. Жақсы, енді қазақта сөз бар ғой, әке көрген оқ жанар, шеше көрген тон пішер дейді. Бәлкім спортқа келуіңізге себепкер болған әкеңіз шығар, әлде өзіңіз бе? Жалпы қалай, негізгі бағытты кім берді? Енді шыны керек, әкем де, анам да спортқа барғаныма қарсы болды негізінде. Мен ең бірінші осы джиу-джитсуға қатысып жүріп, жаңағы Алаш Прайд дейді, ережесіз жекпе-жек, аралас жекпе-жек, сол жаққа жекпе-жекке шықтым. Кәсіпқойлар арасында 4 жекпе-жек өткізіп, 4-өңде де жеңіске жеттім. Сол жекпе-жектерде мен жарысқа шыққан кезде үнемі мен қайда кетіп баратқанымды үйдегілерге айтпайтынмын. Қазір келем деп кетіп қалып, Қаскелеңге барып салмақ өлшеп, ол кезде қырғыздың спортшыларымен жекпе-жекке шықтым. Қырғыздың спортшыларын жеңіп алам. Жеңгеннен кейін бізге енді кішігірім ақшалай сыйлық береді, жаңағы диплом береді және медаль береді. Үйдегілер жарысқа қатысқанын білсе маған ұрсат. Сондықтан мен оның үлкен энциклопедия бар, соның ортасында дипломымды тығып қоям, медалімді тығып қоям. Өйткені үйдегілер білмесін деп. Бірақ менің жанымда жүрген спортшылар олар керісінше үйіне мақтанып апарады ғой. Мен болсам керісінше тығып қоям, себебі үйдегілер қарсы болды. Бірақ әкемнің туған ағасы Байұзақ Бекмұратов, ол кісі өзі Совет үкіметі кезінде спортпен айналысқан, гимнастика спортының спорт шеберлігіне үміткер, КСРО-ның өзі отставкадегі полковник. Үнемі мен енді қалада оқуға жүрген кезде сол ағамның үйінде тұрдым. Яғни біздің үй Ашшыбұлақта болды. Сол кезде ағамыз күнде таңертең ағамен бірге жаттығу жасап, таңғы жүгіріп, таңғы жаттығулар жасайтынбыз. Яғни енді сол ағамның бір спортқа деген қызығушылығы енді оятуы сол ағам әсер етті деп ойлаймын. Бірақ енді бала кезден мен енді бір нәрсені айтқым келеді. Мен әдебиетке жақын болып өстім.
қазақ әдебиеті бір ақын болсам ғой деп шыны керек оқушылардың арасындағы айтысқа да шыққанмын негізінде. Иә, сондай бір кезеңдер болған. Жалпы бала кез деп жатырмыз, тегімізді тану неден басталу керек? Тегімізді тану, иә. Қазақ екенімізді, өзіңіз айтып жатырсыз, бала кезден әдебиетке жақын болдым, қазақилыққа жақын болдым деп. Бәлкім осыған түрткі болған не нәрсе? Енді мен бір мәселе айтқым келеді. Біреулер айтады ғой, ата-ананың тәрбиесі керек дейді. Бірақ енді әрине біз ата-ананың айтқанын емес, ата-анадан көргенін жасаймыз ғой. Әкеге қарап бұл өсет, шешеге қарап қыз өсет. Сондықтан да бізге әке-шешеміз жақсы үлгі көрсетті деп ойлаймын. Себебі біз білеміз де, сол 90-шы жылдары қандай жағдай болды. Мынау үнемдеп, экономдап, мысалға бүкіл тәттісін, бүкіл тағамды анамыз бізге беріп отыратын. Мен сұраймын ғой енді, сен жедің ба десем, жоқ, мен жеп алғанмын деп алдап қойып, бәрін бізге беріп. Сондай нәрсенің бәрін көрдік, есейгеннен кейін сол нәрсенің бәрі бізге әсер етеді. Ал енді жаңағы мынау елге қызмет етсем ғой, осы бір елге қызмет ету туралы бүкіл жалпы оның барлығы ұлттық құндылық деп ойлаймын. Енді бала кезден осындай бір ойдың барлығы жалпы отансүйгіштік болсын, патриоттық болсын, енді оның барлығы осы бір айтыс арқылы келді деп айтамын үнемі. Айтысқа қандай қатысыңыз? Енді мен шыны керек бірінші сынып кезінен бастап, ол кезде домбыра жоқ, Ринат Зайтовтардың, Оразалы Досболсыновтардың, Әбілқайыр ақындардың мен айтысын көріп өскенмін. Сол кезде мен әкеме барып айтатын, мен де айтысқа шығайын деп. Сол кезде папа, енді әкеміз айтатын, біздің тегімізде айтыскер ақын жоқ. Қайдағы сен ол жаққа? Әкеміз әскери адам, Әкем әскери адам, әскери зейнеткер, үнемі маған айтатын, сен әскерге барасың деп. Мен енді әкеме қарсы шыға алмаймын, жарайды деймін енді. Сөйтіп өстік, өзім лейтенант шенін алдым, запастағы лейтенант болдым, Спасскта полигонда болдым. Әскерге барамын деп, әкемнің айтуы бойынша, медкомиссия дейді ғой, бәрінен өтіп, годен болып, бұйрық күтіп отқан кезде, әкеме айтпай, военкоматқа хабарласып, мен жаңағы бас тартамын дедім. Олар айтады. Өйткені себебі, басты себебі, мен жаңағы университет қабырғасында жүрген кезде 15 шақты баланы мен бастадым ғой жаттықтырып. Сол балалар жақсы жаттығу жасап, үлкен жетістікке жетіп бастады. Мен өзімді тренермін деп айтуға ұялатынмын ол кезде. Мен өзім студентпін ғой. Бірақ сол білгенімді үйретейін деген мақсатпен мен ауылда 15 баланы жаттықтырдым. Сол кезде Мәди Құрманғожаев деген шәкіртім әлем чемпионы болды. Бір жылдың ішінде мен сондай үлкен көрсеткіш көрсеттім. Абу-Дабиға барып 5 жекпе-жек өткізіп, 5-ін де жеңді. Федерациядағылардың бәрі маған айтады, Нұрсұлтан, сен мүмкін бапкер боласың, біз сені қолдайық деген бір ұсыныстарын айтады. Мен айтамын, жоқ, мен приказ күтіп отырмын, мен әскерге кетемін, әкем осылай айтқан. Енді олар айтады, енді біз сен карьерана, біз қол соға алмаймыз, біздікі ұсыныс. Бірақ сенен мықты бапкер шығатын еді деген сияқты бір ұсыныстар айтты. Осы мен енді көп ойландым, мен қай жаққа барсам мен елге қызмет етемін. Осыны ойлаймын, мен бапкер ретінде, спортшы ретінде енді жұмысым бәрі жүріп жатыр көз алдымда, үлкен жоспарларым бар. Мүмкін мен әскерге барғанша осы спорт саласы бойынша бір елге көбірек қызмет ететін шығармын деп, мен өзім жүрегім қалауы спорт болғаннан кейін мен спортты таңдадым. Бірақ әкем қарсы болды, айтпадым. Кейін папам айтады, әкем айтады, Нұрсұлтан, ана бұйрық қашан шығады, мен таныстарыма звондап сұрайын оны. Мен оған айтпаймын. Сосын кейін білді ғой енді, ол бұйрық шықпайтынды, мен бас тартқанымды. Сосын енді ол кезде менің спорт клубының аты жоқ. Мен ойладым, ойыма Бауыржан Момышұлы келді. Әскери қайраткер, мүмкін Бауыржан атаның атын беріп клуб ашармын деп. Сөйтсем Бауыржан Момышұлы атында Қоян-қолтық ұрыс дейді, яғни рукопашный бойдан клубтар бар екен. Сол үшін мен енді ойладым, мүмкін тағы кім бар. Сосын Google-ға жазып қарасам, Қазақстан Республикасының тұңғыш қорғаныс министрі, армия генералы, номер 1 халық қаһарманы Сағадат Қожахметұлы Нұрмағамбетов. Сосын мен ойладым, неге осындай біз батырымызды, ол Ақмола облысының тумасы, неге біз осы батырымызды насихаттамаймыз деп, клубыма Сағадат Батыр деп спорт клубтың атын берген болатынмын. Ол қай жылы сонда спорт клуб? Бұл 7 жыл бұрын. 7 жыл, 2015-2016 жыл. 2015 жылы мен жалпы бапкерлікті бастадым, бірақ спорт клубының атауы болмады. Bir жылдан кейін Сағадат Нұрмағамбеттің атын беріп, спорт клубын аштым. Ешқандай спорт клуб жоқ екен Сағадат Нұрмағамбеттің атында. Өзім сол ашып, одан кейін Сағадат Нұрмағамбетовтың ұлы генерал-майор Талғат Нұрмағамбетов марқұм атамыз келіп батасын берген болатын. Бақытжан Ертаевтың медалін табыстады, Сағадат Батыр медалін. Әкеме барып көрсетемін, міне осылай халық қаһарманы, армия генерал аталарымызда медаль алып жатырмын десем, әкем әлі үмітін үзбеген. Ертең әскерге барсам бұл саған керек болады. Генералдардан алып жатыр. Сосын екінші медальді генералдар кеңесінің төрағасы марқұм атамыз Қайдаров Рүстем ағамыз берді. Әкеме барып көрсетсем,
міне дұрыс, ертең әскерге барсам бұл да саған қосымша бір плюс болады дейді маған. Сағадат атамызға байланысты жақсы дүниелер айтылып жатыр. Шынымен қазақта керемет сөз бар ғой, өлер аз болмай, тірі байымайды дейді. Осы кісілердің есімдерін ары қарай жалғап келе жатырсыз. Өте үлкен өнегелі іс деп білем. Енді өзіңіз депутатсыз. Былай айтқан кезде депутаттықты бізден халық қалаулысы дейді. Депутат болуға, халық қалаулысы болуға не түрткі болды? Енді шыны керек, мен үнемі айтам, елге қызмет ету үшін депутат болу міндетті емес. Праймериз кезінде осы өзіміздің Алматы облысындағы ақсақалдардың, алдыңғы буын ағаларымыздың айту бойынша мен қатыстым. Бірақ шыны керек, ол жақта мен өтпей қалдым. Резерв дейді ғой, резервта қалдым. Кейін Нұр Отан партиясы, Аманат партиясы болып өзгергеннен кейін жаңағы екі депутат жұмыс бабына бойынша орынды босатып, сол екі бос орынға резервтаға мені қойды. Сөйтіп мен 7-ші шақырылымның депутаты болдым, бір жыл ғана. Одан кейін 8-ші шақырылымға тағы да түсіп, ол кезде бір мандаттық дейді ғой. Бір мандаттықпен осы Алматы облысы Іле ауданының атынан Алматы облыстық мәслихат депутат болдым. Енді шыны керек, депутат болсақ та болмасақ та елге қызмет етеміз. Әрине енді депутат болудағы мақсатымыз енді мынау әкімшіліктің алдындағы халықтың ұсынысын жеткізу. Ол жақта тек қана спорт саласы емес, ол жақта жаңағы елдің әл-ауқаты, жағдайы, мынау жол мәселесі. Шыны керек, біз үгіт насихат кезінде де халықпен көп кездесеміз. Ол кезде де неше түрлі қиын жағдайдағы біраз бауырларымызды көріп, шыны керек жүрегіміз ауырып жатады. Соның барлығымыз көтереміз. Әлі шешімін таппай жатқан сұрақтар көп. Енді оның барлығын бір күнде шешіп тастау мүмкін емес, бірақ қолымыздан келгенше өз тарапымыздан, өзіміздің округтан жауапты барлығын мәселесін біз мүмкіндігінше жеткізіп, тиісті жаңағы басқармаларға болсын, әкімдікке болсын көтеріп жатырмыз. Енді депутат болудағы мақсатымызда енді ол жақта мен депутат болсам да болмасам да шыны керек, мен ондай бір көлім түсіп нағылмайды, бірақ енді ол жақтағы мақсатымызда біздің елге қызмет ету, халыққа бір пайдамыз тигізу. Жақсы, керемет. Сіз үшін нағыз патриот деген кім, және шын патриотпын деген адам қандай болу керек? Енді мен үнемі айтам, бізде ер деген қазақта сөз бар ғой, ер. Бізде ол ұлға да, қызға да қатысты әңгіме. Бізде ер мінезді әлеме мәншік бар. Бізде ерлік жасаған, ер деген кім десе, ер ел үшін туып, ел үшін өледі. Дұрыс қой. Сондықтан да нағыз патриот ол ер деп ойлаймын. Ел үшін еңбек ететін, елге қызмет ететін азамат ол ер. Ал енді елге қызмет ететін адам кім ол? Ол тән үшін емес, Абай атамыз айтқандай жан үшін өмір сүретін. Жан үшін өмір сүру үшін оның рухы биік болуға тиіс. Рухы биік емес адам ол елге қызмет ете алмайды. Сондықтан бізге қазір жастарға не керек? Біздің жастарға рухани тәрбие, рухани байлық керек, рухани құндылық керек. Рухы биік болса ғана олар нағыз патриот болады деп ойлаймын. Ал енді сол қазіргі жастардың рухтары биік болу үшін біз қандай әдістер, тәсілдер қолдануымыз керек? Енді көрдіңіз ба, мен бағана Сағадат Нұрмағамбетовті айтып жатырмын. Бізде Сағадат сияқты елге қызмет еткен, нағыз ер болған, нағыз патриот болған азаматтар көп. Өкінішке орай насихатталмай жатыр. Мен осы мәселені айтқым келеді. Яғни қазақта бір жақсы сөз бар: сөйлей-сөйлей шешен боласың, көре-көре көсем боласың, баулыған соң батыр боласың дейді. Яғни баулу. Мен мысалға шәкіртім чемпион болу үшін мен спортқа баулу керекпін. Әншіні өнерге баулайды мысалға. Біз қазір елге қызмет ететін патриоттарды тәрбиелеу үшін біз отаншылдыққа баулаймыз жастарды. Қазіргі тілмен айтатын болсақ, бұл баулу деген бұл идеология ғой. Сондықтан да біз жастарды баулу керекпіз деп ойлаймын. Яғни жаңағындай патриот жастар болу үшін біз оларды баулу керекпіз. Сағадат Нұрмағамбетовтің атын қойған кезде погон тағып жүрген кейбір бауырларымыз бұл кім деп сұрады. Яғни Сағадатты білмейді. Ол мен жай адамдарды айтып жатқан жоқпын. Сол погон тағып жүрген кейбір бауырларымыз Сағадатты танымай жатты да. Енді бұның өзі енді бұл бәріміз үшін сын деп ойлаймын. Себебі осындай біздің бірінші халық қаһарманымыз сол тәуелсіздік алып жатқан жылдары жалпы. Ал оған кім кінәлі, жаңағы әскери шенді адамдардың Сағадат атамызды білмеуіне, қалай ойлайсыз? Енді оған тек қана әскери шенді азаматтар ғана емес, біздің жалпы бүкіл жастар, бүкіл қазақтың жастары білуге тиіс деп ойлаймын Сағадат атамызды. Бірақ көп жағдайда Сағадатты білмей жатады. Ол кім дейді. Маған мынандай сұрақтар қойған. Шыны керек, кәдімгі елдің алдында жүрген азаматтар маған сұрақ қояды. Сағадат сен атан ба деген сұрақтар қояды. Яғни бізде сондай түсінік бар да, өзінің атасын ғана. Мен айтамын, менің атам ол енді біздің қазақпыз ғой біз. Қазақтан шыққан Сағадат ол менің атам. Дұрыс айтасыз, кейде енді ол бірақ туысқандыққа сап жатыр ғой. Сонда бір үлкен
журналист кісі айтады енді осы танымал елге. Сен руын Қыпшақ па дейді маған. Өйткені Сағадат Нұрмағамбетов Қыпшақ қой. Енді Қыпшақты ғана мен айтам жоқ. Біз бәріміз Қыпшақпыз, бәріміз қазақпыз. Мен жалпы өзімнің түсінігім, енді мен руымды айтпауға тырысам. Мен елім қазақ елі. Мен өткенде Астанаға барып жатсам, Астанадағылар айтады, енді Астанаға бардым 3 күн. Мен осы мәселені айтқым келіп отыр енді. 3 күн болдым, енді қонақ қылып спортшылар күтіп жатыр. 3-ші күн енді спортшы жастар бар, өнерде жүрген жастар бар, саясатта жүрген жастар бар. Солар бәрін бір басын қосайыншы жастарын деп, бәрін бір қонақ қылып шақырсам, маған айтады, Нұреке, сен бізге қонақ болып отырсың, сен бізді қонақ қылып отырған қалай деп. Мен айтам, мен қонақ емеспін, Астанада менің жерім, Алматыда менің жерім, Қазақстан кез келген облысында мен өзім жерім деп түсінем. Мен өйткені ол біздің қазақтың жері ғой. Мен ата-бабам соғысқан кезде Алматы үшін ғана немесе белгілі бір облыс үшін ғана соғысқан жоқ қой, қазақ үшін соғысты. Сондықтан да біз облысқа, жерге, руға бөлімді қою керекпіз деп ойлаймын. Өйткені бірлік бар жерде тірлік бар дейді. Сондықтан да әрқашан біздің бірлігіміз жарасып, еліміз үшін жасалып жатқан тірлігіміз тек алға бассын деп айтқым келеді. Шындығында да кезінде біз осы руға, жүзге бөлінгеніміздің себебінен орыс отаршылдығы біз сол тұсымызды пайдаланды ғой. Сол тұсымызды пайдаланып жан-жаққа бөліп тастауға тырысты. Саясатты жүргізді деп те айтқым келеді жалпы. Иә, сол саясат жүргізді. Тіпті біздің қазақтардың рухын, намысын түсіру үшін аттан да арнайы түсірген екен. Себебі атқа қонған қазақтың кеудесін ешкім баса алмайды деп. Енді біздің бағдарламамыздың атауы да ер қанаты. Өзіңізден нағыз патриот кім дегенде ер деп жатырсыз, иә. Біздің бағдарламамызда атауы ер қанат деп аталады. Ерге әр нәрсе қанат бітіреді. Мысалы үшін ерге отанға деген махаббаты қанат бітіреді, өзінің жұмысына деген, немесе бір отбасына деген махаббаты. Сіз үшін, Нұреке, сізге не нәрсе қанат бітіреді бұл өмірде? Шыны керек енді керемет сұрақ. Енді қанат бітіреді, әрине ердің бірден бір қанаты ол ат қой енді. Ер қанаты ат дейді. Тағы да әрине біздің ұлттық құндылықтарымыз ғой. Бізді кез келген тек қана маған емес, кез келген ерге осы біздің ұлттық құндылықтарымыз қанат бітіреді деп ойлаймын жалпы. Сондықтан да әрқашан біз өзіміздің ұлттық құндылықтарымызды насихаттау керекпіз, рухани бай болуға тиіспіз. Жақсы, түсінікті. Енді джиу-джитсу деп жатырмыз. Джиу-джитсу болашақта менің ойымша олимпиадалық спортқа кіру жоспарда бар, иә? Бар. Оны кім шешеді және ол қай уақытта ол олимпиадаға кіру мүмкін? Енді әрине джиу-джитсу күресі қазір өте қарқынды дамып жатқан спорт түрі. Оны Біріккен Араб Әмірліктері, осы араб елдері өте жақсы насихаттап жатыр. Енді бұл әлемдік деңгейге, әлем қызығушылық танытқан кезде ол олимпиадаға кіреді. Яғни олимпиада ойынына кіру үшін ол бүкіл әлем, бүкіл ел қызығу керек қой. Енді Азия ойындарына кірді, бұл деген сөз енді алдағы уақытта олимпиадаға кіреді деген сөз. Енді олимпиададан кейін тұратын Азия ойындар ғой. Азия ойындарда міне уже 2 рет джиу-джитсу бағдарламасына енді міне алдағы Азия ойындарына да қазір джиу-джитсу спортшылар дайындық үстінде. Араб мемлекеттері үлкен ықпал етіп жатыр осы дамыту мақсатында. Біздің елімізде де біреулер айтады, осы олимпиадалық спорт түрлері бар ғой. Біз қайттан бөлінген жақсы көреміз ғой. Олимпиадалық спорт түрлері келіп маған айтады, осы Нұрсұлтан бір неолимпийский джиу-джитсуны дамыта береді екен деп ше. Осы Нұрсұлтан осы неолимпийский дамып. Мен айтам, ол мен дамытпасам да джиу-джитсу ол дамиды. Өйткені ол сұраныс бар. Ол әлемде дамып жатқан спорт қой. Оны мен алып келмесем басқа біреу дамытады. Дұрыс қой. Сондықтан да мен қазір байқадым, көптеген жастар, жалпы ата-аналар өздерінің балаларын джиу-джитсуға беріп жатады. Қызығушылық өте жақсы дамып жатыр. Қазақстанда соңғы бір 4 жылдықта шығар, иә, джиу-джитсудің осылай бір қарқынды дамып жатқаны. Не себеп оған? Не үшін басқа бір спорт түрлері? Енді джиу-джитсуда жалпы дамып жатқаны кім дамып жатыр? Спорт клубтар дамып жатыр. Яғни клубтық жүйе дейді, клубный система дейді. Бәлкім травмаға қатты берілмейтін спорт шығар, иә? Бұл жақта джиу-джитсуда міне ережені жазған кезде өте ыңғайлы жасаған. Бұл енді соншама жылдар бойы қалыптасқан ереже ғой. Ол шетелден келген, оны біз ойлап тапқан жоқпыз. Грециядан бастап алады ғой бұл джиу-джитсу. Сонда мысалға 12 жасқа дейінгі балдарға аяққа ауырту әдісі жоқ. Яғни аяқтың связка дейді ғой, аяқтың нелерін жарақат алмау үшін 12 жасқа дейінгі балдарға аяққа ауырту әдісі жасалмайды. 12 жастан жоғары қарай аяққа ауырту әдістері жасалмайды, бірақ қолға неше түрлі ауырту, қылқындыру әдістерінің барлығы болады мысалға. 16 жастан бастап қана аяққа ауырту әдісі жасалады. Яғни жарақат алуы балаларға қауіпсіз. Бірақ ер жеткеннен кейін шыны керек ол өте жарақаты көп спорт негізінде. Өйткені әмбебап күрес дейді ғой, ол жақта аяқ қайыруға да болады, қол қайыруға да болады, қылқындыруға да болады, барлық әдіс жасауға болады. Енді сонымен қатар енді бұның қарқынды дамып жатқаны бұл клубтардың арқасы. Бізде мысалға
Қанша шәкірт бар сізде? Менде енді Сағадат Нұрмағамбетов спорт клубында 800-ден аса спортшы бар. 800. 4 жаттығу залымыз бар. Екеуі Алматы облысында, бірісі Алматы қаласында, және бір жаттығу залымыз ол Жетісу облысы Сарқан ауданында орналасқан. 4 жаттығу залымыз бар. Тағы да ұсыныстар түсіп жатыр. Алдағы уақытта енді Астана қаласынан көп ұсыныс түсіп жатыр. Астана қаласында бір жаттығу залы ашқымыз келеді. Енді мен айтқым келетін нәрсе осы клубтық жүйе қарқын дамып жатыр. Біз мынау сол батыс елдерден, шет елдерден, Америка елдерінен мысалы қарап, біздің спортты дамытып жатыр жігіттер. Бұл жақта сенесіз бе, мемлекеттің ақшасы жоқ. Клубтық жүйе, кәдімгі ата-аналардың, демеушілердің қолдауымен қазір қаншама спортшы осы джиу-джитсуға келіп жатыр шыны керек. Олимпиадалық спорт түрінен де саны көбейіп кетті, джиу-джитсуға қатысатындардың саны. Енді бұл деген бұл клубтық жүйе. Мен енді өзімнің ойым, алдағы уақытта біз қазір спорт мектептері бар ғой, дюсша деп айтады, бір жастан балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі бар, ДРС дейді, неше түрлі бізде мемлекеттік спорт мектептері бар, олардың бәріне ақша бөлінеді. Ол жақтан олимпиадалық спорт түрлері, біздің джиу-джитсу, грэпплинг спорт түрлері де бар бұл жақта. Бірақ түбінде біз осы Америкадағындай клубтық жүйеге келетініміз деп ойлаймын. Яғни спорт мектептері емес, клубтық жүйе. Клубтық жүйеге біз келу керекпіз. Яғни клубтық жүйе, мысалға мен спорт клубым бар ғой, бүкіл жетістікті беретін білесіз бе, ол клубтар. Олар спорт мектептері емес. Кейіннен сол клубта бала өседі, жаттығады, чемпион болады. Кейін чемпион болғаннан кейін ол барып құжатын тапсырып спорт мектепке тіркеліп алады. Сол спорт мектептің баласы болып саналып кетеді. Бірақ ол еңбектің бәрі спорт клубта, кәдімгі үйірмеден шығады балалардың барлығы. Сондықтан мен ойлаймын, алдағы уақытта осы клубтық жүйені дамыту керекпіз. Өйткені мысалға спортты жаңағы тегін қылып жатыр ғой қазіргі таңда. Мен ол нәрсеге де қарсымын. Арт спорт дейді, спортты тегін қылу керекпіз дейді. Мысалға кітапты тегін қылса, кітаптың құны жойылады, дұрыс қой. Кітапты, мен ойымша, кітап та арзан болуға тиісті емес. Себебі ол кітаптың енді әрине қол жетімді баға ғой, белгілі бір бағасы болуға тиісті деп ойлаймын. Егер оның бағасы болмаса, оның қадірі жоғалады. Бірақ енді халыққа жасалып жатқан жағдай ғой. Енді мысалға мен сізге сенесіз бе, мен осы нәрсені зерттедім. Тегін спортқа қатысатындарда жетістігі жоқ. Әлем чемпиондары жоқ, тегін қатысатындарда. Санаулы ғана. Ал енді өйткені логиканы қосып қарайтын болсақ, мен жаттығу залымыз бар. Бізде ақылы бар, тегін қатысатындар. Балалар үйінің балалары, жағдай төмен отбасылар, әрине олар тегін қатысады. Бірақ тегін қатысқанда да қызығушылығы болған жағдайда ғана, соған икемі болған жағдайда да оны тегін қатысады. Біз оған мүмкіндік береміз, тегін қатысатын. Қалған мүмкіндігі барлар белгілі 8.000 теңге болсын, бір айға жаңа ақысын төлейді. Енді ойлаңызшы, ата-ана ақша салғаннан кейін ол жақтан не күтеді? Жетістік күтеді. Немесе айтады, мен сені ай сайын ақшаны төлеп отырмын, сен онда қатыспай-ақ қой дейді. Ата-ана солай. Жарыстарға анда-мында жаңа ақша шыққаннан кейін, енді джиу-джитсуда сондай ғой, бәрі өз қалталарынан ғой. Сол кезде ата-аналар барып, кәдімгі тренердің көмекшісі болып, баланы баптап, жанында жүріп, тілекші болып отырады. Ал енді қараңыз, ана спорт мектептерінде, арт спорттарына тегін қатысады ғой. Сондағы менің достарым, тренерлер маған айтады, Нұреке, бізде балалар бір келеді, бір келмейді дейді. Өйткені той болып қалады ғой. Той болып қалса, әкесі бармай қойшы, тегін ғой өйткені. Бармай қой, келесі жолы барасың. Құны кетеді. Құны кетеді ана жақта. Аналар балаларды келтіре алмаймыз дейді, тегін да. Жақсы, енді шәкірттер деп жатырсыз ғой. Қаншама шәкірттеріңіз бар, әрине ешкімді бөліп жармаймыз ғой, бірақ ішіндегі бір ең үздіктерін атап өтсеңіз. Енді міне шәкірттеріміз әрине біраз шәкіртім бар. Сағадат Нұрмағамбетов спорт клубында 50-ден аса әлем чемпионы мен әлем чемпионатының жүлдегерлері бар. Енді атап айтатын болсақ, өздеріңіз білесіздер, қазақтың қызы, батыр қызы деп айтып жатады, Жібек Құлымбетова. Ол 9 жасында маған келген болатын спортқа. 9 жасында маған спортқа келген кезде ол енді белбеуді қалай байлау кереккен білмейтін, джиу-джитсу деген енді өзі айтуға да қиын ғой, джиу-джитсуды айтып білмейтін қыз еді. Қазір міне Аллаға шүкір Біріккен Араб Әмірлігіне барып, Қазақстанға қарағанда мен ойлаймын сол Біріккен Араб Әмірлігінде Жібек танымал ма деп. Себебі маған айтты ғой, Біріккен Араб Әмірлігінің бас бапкерлері араб нарығынан шығарайық, біз легионер ретінде сатып алайықшы Жібекті деген маған бірнеше ұсыныстар түсті. Бірақ мен енді Жібекке айтамын, жоқ, біз клубының атынан шығып берейік. Бірақ біз енді мемлекеттің атынан шығып бере алмаймыз, араб мемлекетінен. Өйткені біз қазақ деген мемлекетіміз бар ғой. Қанша ақша берсе де біз оған келіспейміз деп, біз бірден оны талқылаған да жоқпыз ол мәселені. Бірақ Біріккен Араб Әмірлігінде президент кап деген турнирі бар, сол жақтың президентінің жабық турнирі. Яғни ол жарыстарға тек Біріккен Араб Әмірлігінің клубтар ғана қатысады. 5-5 дейді, яғни стенка 5-5 шығады. Қай командада мысалы, мұнда 3 жеңіс, мұнда 2 жеңіс болса, 3 жеңісі бар адам келесі кезеңге өтіп отырады. Сол жақта Чарж деген клубтың атынан Жібекті легионер ретінде біз, яғни арабтың клубынан президент кап турнирі. Яғни ол жақта бір легионерді шақыруға оларға
рұқсаты бар екен. Бразилиядан, Америкадан шақырады, Чарж клубы Жібекті легионер ретінде шақырды. Легионер ретінде күресіп, Чарж клубының атынан Жібек жетістікке жетті. Ол жақ енді қомақты несінбеді, ол жақта енді қолдау жақсы ғой. Джиу-джитсуға әсіресе. Сөйтіп, бірақ енді мемлекет тарапынан біз енді өз мемлекетіміздің атымыздан шығамыз деп біз басында бірден айттық. Енді Жібекті мен Инстаграмда өте белсенді. Себебі белсенді болуға тиіс. Заман талабы қазір Инстаграм болып тұр. Теледидарды ешкім көрмейді. Біз мысалға Инстаграм арқылы белсенді болмасақ, ертең оның жетістігімізді көрсете алмаймыз. Бұл да баулу, бұл да идеология. Құрметті көрермен, біз бүгін өздеріңіз көргендей Алатау бөктеріндегі тау асу демалыс орындамыз. Осы демалыс орнына да алғысымызды білдіргіміз келеді, біздің сұхбатымызды қолдап демеу білдіріп жатқан. Ал енді біздің қазақта жалпы батыр қыздарымыз өте көп. Алиядай, Мәншүктей батыр қыздарымыз бар. Сонымен қатар қазіргі таңда да біздің көптеген батыр қыздарымыз өсіп келе жатыр. 11 жасында, Қаршадай жасында ғана әлем чемпионы атанған жаңа ғана Нұрсұлтан Орынбасаровтың шәкірті Жібек Құлымбетова бізге қонаққа келіп отыр екен. Ендеше мен қонаққа барайын. Жүріңіздер. Жібек, қош келдің. Қош көрдік. Сәлем, қалайсың? Жақсысың ба? Жақсы, шүкір, аман сен. Өте қуаныштымыз біздің бүгінгі жобаға келіп осылай сұхбатқа көрерменмен бөлісіп ойыңды айтайын деп жатқаны. Нұреке, енді рұқсат болса шәкіртіңізбен бір ауыз сұхбаттасып жетістіктер жайлы көрерменге, енді көрермен былай да біледі дегенмен де бір ауқымды түрде медальдарын алып келген екен. Жібек, қалайсың жалпы? Шүкір, жақсы. Иә, жақсымын. Ұстазың қалай, ренжітпей ма? Жоқ, неше ренжітеді, ренжітпейді ғой. Жақсы, енді біз жалпы қазақ ұстазын құрметтеген халықпыз ғой. Өзің осы ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға дейді, Нұреке. Өзіңіз осындай шәкірттерді тәрбиелеп, жарыққа шығарып, былай айтқан кезде Аллаға шүкір әлем чемпионы атанып жатыр. Қателеспесем, 7 дүркін. 7 дүркін әлем, 6 дүркін джиу-джитсудан әлем чемпионымын, және грэпплингтен әлем чемпионымын. Грэпплингтен әлем чемпионы, жақсы. Самбо күресінен? Самбо күресінен қола жүлдегерімін. Жалпы Жібек, өзің жайлы көрерменге айтып өтсең, бұл спортқа қалай келдің, не түрткі болды, және осындай дәрежеге жетуіңе нақты былай айтқан кезде қолдау білдірген кім? Ең бірінші осы джиу-джитсу спорт түріне 9 жасынан бастап келдім, Нұрсұлтан ағайыма. Ең алдымен осы спорт түріне інім келген болатын, анам інімді апарған болатын осы джиу-джитсу спорт түріне. Анаммен бірге інімді алып кетіп жүрген кезде, анам мен де берді осы спортқа, Нұрсұлтан ағайыма берді. Неше жасында келдің сонда? 9 жасынан келдім. Қазір 16-дасың? Қазір 16-дам, иә. 7 жыл болды ғой сонда, бірге жұмыс жасап? Ноябрьде 5-7 жыл болды, иә. 5-7 жыл болды. Алғашқы әлем чемпион болған кездегі медаліңді көрсетсең? 2018 жылы. Осы. Керемет. Жігіттер жақынырақ келіп көрсетіп жүрейік көрерменге. Мінекей құрметті көрермен, көрдіңіздер ғой. Абу-Дабиде өткен әлем чемпионаты 2000 жыл? 18 жылы. 2018 жылы Жібек қарындасымыздың алғашқы әлем чемпионы атанған кездегі мінекей осындай алтын медалі. Керемет. Келесі, ары қарай? Келесі 2019 жылы. Осы медаль. 2019 жылы. Бір-біріне ұқсас. Джиу-джитсудың медальдары әдемі екен. Керемет екен. 2020 жылы карантин болды. Ол кезде болған жоқ әлем чемпионат. 2021 жылы. 2022, 2021 Неваза тұжырымы бойынша. Бұл жарыста Қазақстан Республикасының чемпионатының іріктеуден өтіп, әлем чемпионатқа қатысқан болатынбыз. Осы 2021 жыл, иә? 2021 және 2022-де қатыстым. Және құрметті көрермен, 2021-дегі Абу-Дабиде өткен әлем чемпионатының медалі. Және грэпплингтен өткен Москвада, грэпплинг UV әлем чемпионатында Москвада өтті. Сосын да жерде Сағадат Нұрмағамбетов атындағы медаль. Бұл қай жыл болған? 2090. Ұмытқалым. Ол кезде кішкентай. Жақсы, жақсы. Ал енді Жібек, өзіңнің қазіргі осы замандастарыңа, сен мысал үшін енді біраз үлкен жетістіктерге жетіп жатырсың. Өздерінің алға қойған мақсаттарына жету үшін қандай рецептілер бар ма? Чемпион болдың жалпы, қандай рецептісі бар? Талмай еңбектену керек, мақсатын айқын болу керек. Сол мақсатына сене бөлу керексің. Және ұстазын айтқанын істеу керексің әрдайым. Күнделікті қанша уақыт бөлесің тренировкаға? Күнделікті азанда, кешке азанда
бір жарым сағат, кешке 1,5-2 сағат. Күнде, қосымша мектептегі оқуға кедергі істемейді ма? Қазір жаз болғандықтан кейін кедергі келтірмейді, ал сабаққа барған кезде азанда сабаққа барамын, кешке жақын жаттығу, солай дегендей. Жалпы қай мектепте оқисың? Мен Іле ауданы Мұхамеджан Түймебаев ауылы номер 20-шы орта мектепте оқимын. 10-шы сыныпты бітірдім, 11-ге көштім. Жақсы, алдағы бұйырса жоспарың қандай? 11 бітіргеннен кейін қай салаға барып? Осы ары қарай спорт саласын жалғастырамын, Алла қаласа. Болашақта өзіңде бәлкім бір орталық ашып, мектеп ашып, шәкірттер тәрбиелеген келетін шығар. Иә. Жақсы, өте қуаныштымыз. Жетістіктен жетістікке жете бер. Біз қазақ елі өзіңмен мақтанамыз. Осындай Нұрсұлтандай ұстазың, ағайың бар болғаны өте жақсы жетістіктерге жете беруіңе шын жүректен тілектеспіз. Нұреке, енді өзіңізде бір ауыз жалпы осы көрерменге, замандастарымызға чемпион болу үшін қандай жолдары бар, жалпы қандай бір жақсы бір кеңес беретін едіңіз? Жалпы енді чемпион болу үшін жаңа Жібек жақсы айтты негізінде. Сенім керек деп. Яғни мақсат керек, сол мақсатына сену керек деп. Енді мен жалпы бір күш бар, сенім деген нәрсе. Көп мықты бізде азаматтар бар, мықты спортшылар бар. Бірақ олар чемпион бола алмай жатыр. Себебі өз-өзіне деген сенімі жоқ. Ол сенім деген қалай келеді? Мысалға сіз білесіз бе, UFC-де Конор мен Альдо төбелесті. Ұтылмай жүрген Альдоны ұтып алды. Одан кейін Альдода біраз уақытқа дейін жеңістің дәмін татпай кетті, жеңіліске ұшырады. Сол сияқты жалпы бір сондай үлкен жеңіліске ұшыраған спортшы қайттан жеңуі қиын, яғни ол сенімінен айырылып қалады. Ол өте қиын нәрсе де. Сондықтан ал енді сенім қалай қалыптасады? Мысалға жібектер ең алғашқы рет жаттығуда бір-екі қарсыласты жеңгеннен кейін сенім артады. Коронный прием дейді ғой, яғни қолға ауырту әдісін жасаса, бір-екі рет жасағаннан кейін ол сол әдіске сенім артады. Егер ол әдіс жасай алмаса жаттығуда, ол ертең жарыста жасай алмайды. Жаттығуда жақсылап баптадық, спортшының сенімдігін арттыруға тырыстық. Бапкер ретінде мен оған сенім арттым. Мен дәл қазір мұндай мәселе айтқым келіп отыр. Мен Алаш Прайдта аралас жекпе-жекке шыққан кезде менің қарсыласым, мен ең алғашқы рет жекпе-жекке шығып тұрмын, өзім күрес жүргем. Мен қарсыласым 2 қазақты жеңіп кеткен қырғыз спортшысы. Өзі грэпплингтен әлі Алматы қаласының чемпионы атанбадым ол кезде. Менің қарсыласым Азия чемпионы. Денесі деген енді ана мықты, енді жібектер біледі ғой. Енді профессиональный кәсіпқой тәжірибелі спортшы. Бұлай қарасаңыз, оның жеңуі заңдылық. Мен жанымда жүрген бауырларым, достарымның өзі соның жеңетіне сенімді да, мен жеңедім. Өйткені енді көрініп тұр ғой, мен жаңадан шығып жатырмын. Бірақ енді достарым болғаннан кейін мені қолдайды ғой. Қолдағанда бір аяушылық бар да. Нұреке, енді сен сәттілік, енді сен де енді жаман емессің ғой деген сияқты қолдауда. Ол қолдау керісінше мені артқа тартып жатыр. Мен настройымды құрып жатыр бойға деген. Сол кезде менің бапкерім бар, Алмас Әлязақов деген, сол аралас жекпе-жектен шыққан. Сол кісінің маған артқан сенімі, мен қаншама күреске шықтым, күреске шыққан кезде де қобалжу болады ғой. Мен сол кезде менде қобалжу болмаған сол жекпе-жекте. Күлем ана ұрса. Ана өзі түсінбейді, қуалап жүріп, екінші раундта мен техникалық нокаутпен жеңіп алдым. Енді айтқым келетін мәселе, сол кезде мен ағайыма барам. Енді бәрі келіп маған күмән келтіріп жүр ғой. Өзімнің сенімді жоғалтып алдым шыны керек. Мен жеңу деген ол мүмкін емес нәрсе болып тұрғанда. Шын мәнінде сондай тәжірибесі көп. Сол кезде жаңағы бапкеріме барамын да, Алмас ағай, Азия чемпионы екен осындай ғой десем, ағай бүйтіп қарады да, көп сөйлегенде жоқ. Деп күлді да шейін. Буасың ба деді, маған қолым бүйтті да кетіп қалды бұрылып. Ол мені мықты екеніме, мен жеңетіме сенімділікпен айтты да, сен оны жеңесің деді, бұрылып кетіп қалды. Енді ол бапкер деген, ол енді шәкірт үшін ең жанында тұратын, жекпе-жек кезінде қасында тұрып кеңес беретін, қолдау көрсететін адам ғой. Сондықтан бапкердің сөзі мен үшін маңызды да. Сол кезде жаңағы бапкерімнің маған сеніп отқан сенімі, мен бапкерімнің сенімін ақтаймын деп, ол кезде мен ол мықты ма, мықты емес пе, маған ол кезде маңызды емес. Ең басты бапкерім маған сеніп тұр ғой, бапкерім сенімін ақтаймын деп, ана жерде мен жеңіске жеттім. Енді мен бір нәрсе айтқым келеді, енді бапкер болғаннан кейін көп байқаймыз да бір мәселені. Мықты бір бапкерді білем. Шәкірттері мықты. Бапкер ретінде жаңағы бапкер де мықты. Бірақ өкінішке орай маңызды кезде, жарыс кезде жаңағы оқушылары жеңіліп қалады. Жаттығу кезінде оған шақ келетін қарсылас жоқ. Бірақ жарыс кезінде ауырып қалады, жол болмай қалады, сәтсіздікке ұшырайды. Бір жарыс деген сондай ғой, бір қателеседі, ұтылып қалады.
Қайттан деу жоқ қой жарыста, қайттан шығуға болмайды ғой. Ұтылып қалғаннан кейін үйіне қайтады. Яғни мықты бапкер. Бірақ білесіз ба, не үшін шәкірттер сондай? Өйткені бапкер сенбейді. Шәкірттерін үнемі төмен тартады, сенім. Енді менің шәкірттерім, менің 8 шәкіртім қазіргі таңда бапкер. Мен оларға айтатын ақыл кеңесім: сен Бозкелемге шәкіртіңді алып шықтың ба? Бүкіл халық сенбей тұр ма? Сен шәкіртін сен алып шықтың ғой. Мүмкін оның қарсыласы 10 дүркін әлем чемпионы шығар, сен шәкіртің жанынан шығып жатқан шығар, бірақ сен өз шәкіртіне сенім білдіру керексің. Сен сенім білдірсең, ол сенім алға қарай жетелейді. Шәкірті мен бапкерім сенімін ақтаймын деп. Сондықтан сенім деген нәрсе ол енді тек қана спортта ғана емес, өмірде де. Қазіргі мен былай айтқым келеді, мынау үлкен алдыңғы буын, аға буын жастарға сену керек. Мысалға сенім арту керек. Өйткені сенімді ақтаймын деп ол бала үлкен деңгейге жетеді. Спортта да дәл сондай нәрсе. Кезінде Жібекке әлем чемпионы боласың деп айтқан кезде, ол ақ белбеу кезінде. Жібек күлген. Енді ол мүмкін емес қой. Енді ол солай болып тұр ғой сол кезде. Енді кеп белбеуін енді байлап беріп жатқан спортшыға. Бірақ бапкердің сенімі, мен ойлаймын, сол жетістікке алып келді. Сондықтан жетістікке жету үшін екі нәрсе керек. Біріншісі сенім, екіншісі мінез дейді ғой. Өйткені көркем мінез болуға тиіс. Яғни арық сөйлеп, кейбір спортшылар бар ғой, көп сөйлейді да, бірақ сондықтан сондай мәселе. Шынымен де енді бүгінгі осы жердегі сұхбатымыз шынайы мотивациялық сұхбат болып жатыр. Себебі енді өмірлік тәжірибе бар, жай ғана сөз емес. Бұл шынымен де өмірде қанша жылдар бойы төгілген тердің арқасында, одан кейін бақ шабама, бап шабама дейді ғой. Бәлкім Алланың берген бағының арқасында да, қосымша жасалып жатқан еңбектің арқасында үлкен жетістікке жетіп жатырсыздар ғой. Құрметті көрермен, құрметті жасөспірім ұрпақ, жастар, сонымен қатар ата-аналар, бүгінгі осы біздің сериямызды көріп отырған барлық көрермендерге айтқым келеді. Шынымен де ата-аналарға да осы жерде өздеріңіздің балаларыңызға сеніммен қарасаңыздар, жалпы біздің мынау бапкерлеріміз болсын, жалпы жастар болсын, әрдайым кез келген нәрсеге сенетін болсаңыздар, кез келген былай айтқан кезде мидағы преграданы алып тастайтын болсаңыздар, қандай да бір жетістікке жетуге болады. Ең басты сену керек, еңбек ету керек. Көп рахмет, Жібек, көп рахмет тағы да. Енді Нұреке, ары қарай сұхбатымызды ер қанаты деп жатамыз. Біздің осы бағдарламамыздың да өзгешелігі ат үстінде жүріп сұхбаттасу. Ары қарай сұхбатымызды атқа мініп ат үстінде жалғастырсақ. Жақсы тек. Нұреке, енді біз қазақ аттың жалында, түйенің қомында өскен қазақпыз ғой. Осындай Аллаға шүкір ұлан ғасыр жеріміз бар. Әлем бойынша 9-шы орындамыз. Оның барлығы әрине енді біздің батырларымыздың рухтығының арқасында, осы тұлпардың, дүбірінің, тұяғының себебінен деп білеміз ғой. Енді біздің жалпы осы жобамыздың мақсаты да өзіңіз сияқты ел алдында жүрген азаматтардың аттың үстінде отырған көрген жастар атқа деген қызықса деп, атқа деген қызығушылықтар артса деген ниетіміз бар. Себебі енді өзіңіз білесіз, жалпы атқа мінген адам ол рухтанады, қанаттанады. Атқа мінген адамның жалпы денсаулыққа да өте пайдасы зор ғой. Атқа мінген ер адам болсын, әйел адам болсын, қыз бала болсын, ер азамат болсын. Жалпы осы атқа қаншалықты жиі келіп тұрасыз, соңғы рет қашан атқа міндіңіз? Енді шыны керек атқа мінгенді жақсы көрем. Жаңа өзіңіз айтқандай атқа мінсек рухтанамыз. Енді ата бабамыз аттың үстінде өсті ғой енді. Сондықтан да соңғы рет атқа біраз болыпты отырмағалы. Мына Жетісу облысы Сарқан ауданында қонаққа барған кезде, ол жақта көкпар мықты дамыған, ол жақта ат баптайды, сол жақта барған кезде бір атқа мініп шапқаным бар. Қазақта ат жалын тартып мінген деп айтады. Ең алғашқы рет ат жалын тартып мінген жасыңыз нешеде болдыңыз? Енді сол ауылда бала кезде, Ашбұлақ ауылында сол бір 7-ші сынып кезінде атқа мініп асауатты үйретеміз деп аттан құлап, сондай қызықтар болған. Жалпы аттың қалай екен, жүрісі қалай, жақсы, жұмсақ па? Аттың жүрісі өте керемет екен. Шапқысы келіп тұрады қазір. Енді мына қазақта сапарласын досын, бір сапарлас доспен адам шыққан кезде ерекше таңдап, ерекше мән береді ғой. Бүгін енді өзіңізбен үзеңгілесіп отырғаным өте қуаныштымын. Мен де қуаныштымын. Сұхбатымызды осы аттың үстінде жолда жалғастырсақ. Жақсы. Ал өзіңіз жол бастаңыз, Нұреке. Былай қарай шығамыз ба? Жаққа шығамыз. Нұрекен, жаңа тәрбие жайлы, сенім жайлы әңгімелесіп жатырмыз ғой. Жалпы мынау біздің шариғатымызда да дұға жасаған кезде хидаят бер, инсаф бер деп жатамыз. Жалпы осы ынсап деген сөзді өзіңіз қалай түсінетін едіңіз? Жалпы мен бір мәселе айтқым келеді. Жаңа енді біз
ұрпақ тәрбиелеп жатырмыз, жастар тәрбиелеп жатырмыз. Мына жастарымыз өзім талай әскери бөлімшелерге бардым, сарбаздарды көрдім. Мен Біріккен Араб Әмірлігі Абу-Дабидің да сарбаздарын көрдім. Ол жақта 2 жыл қызмет әскерде болады. Астарында Range Rover, кәдімгі кондиционердің астында отан қорғайды. Біздің әскери бөлімшелер, шекараға бардым. Ол жақтағы жағдайды мен көрдім. Депутат ретінде барып ол мәселелерді біз көтердік. Шыны керек, көрші Қытайдың жаңа бинокльмен қарадым ғой сол жақта. Круза 300-бен, квадроциклмен жүр, біздікілер 89 жыл УАЗикпен жүр ғой. Әрине, әскердің жағдайын жасау керек пе, және сол әскерге баратын, қазірдің әскерге бармаған мақтан қылатын жастар көбейіп кетті. Ол дұрыс емес. Ал кезінде біздің әкелеріміздің кезінде әскерге жарамай қалса, ол ұяттан сол ауылдан көшіп кететін жағдай болатын. Себебі мен әскерге бармадым. Сондықтан мен енді біз тәрбиелеп жатырмыз, отаншылдыққа, ертеңімізді ел қорғайтын жастарымыз көп болса екен деп. Енді жаңағы чемпион болу үшін мен жаңа шәкіртім туралы айттым ғой, сенім керек дедім. Енді бізде қазақта не бар? Жұрттың баласы деген сөз бар. Жұрттың баласы деп те айтылу керек кездер болар, бірақ оны үнемі жұрттың баласы деп ата-ана мүлде сенім артпай қоюы, ол баланы болашақта бір үлкен жетістікке жеткізбейді деп ойлаймын. Ең бастысы керек нәрсе, алдыға жетелейтін нәрсе сенім. Ұстаздың шәкіртіне деген сенім. Бірақ ол мен де мысалға әр шәкіртіме сенім арта бермеймін ғой. Сол сенімге лайықты шәкірт болады. Сол сенімге лайықты еңбек еткен шәкірт болады. Мен соған сенім артамын. Еңбегіне қарай бағалап отырып, оның мінезін бағалап, ынтасына қарай. Енді осы мен жалпы жаңа өзіңіз жақсы сұрақ қойдыңыз. Ынсап деген нәрсе ол өте керек нәрсе. Жастарға, қазіргі мынау қазақ жастарына мен талай мықты жекпе-жек спортшыларын білем. Талай мықты спортшыларды білем. Олар әлем чемпионы болып, мықты жетістікке жетуге лайықты азаматтар еді. Бірақ өкінішке орай ынсап жетпей қалады. Шәкәрім атамыздың бір өлеңі бар керемет. Ынсап, рахым, ар, ұят, сабыр, сақтық дейді. Осы 6 мінезді айтады. Ынсап, рахым, ар, ұят, сабыр, сақтық. Талапқа 6 түрлі ноқта тақтық дейді. 6-ауының ішінен ынсап әділ, өзгенің тізгінін соған ұстаттық дейді. Енді яғни жаңағы ар, ұят, сабыр, сақтық, талап барлығының тізгінін ынсапқа ұстаттық дейді. Егер ынсап болмаса, арынан да, намысынан да, ұятынан да, сабырынан да, сақтығынан да айырылады. Сол ынсап, рахым, ар, ұят, сабыр, сақтық, талапқа 6 түрлі ноқта тақтық. 6-ауының ішінен ынсап әділ, өзгенің тізгінін соған ұстаттық деп, сосын әрқайсысын талдайды. Сабыр деген әрқашан шыдамдылық, қатты керек адамға ол бір қылық. Сақтық деген әрқашан байқап жүрмек деп барлығын талдап келіп, ынсап дейді. Кем қалмау, әр аспау дейді. Яғни біреуден өзін кем санау, немесе біреуден өзін биік санау, ол ынсапсыздық. Біздің қоғамда көп кездесетін нәрсе осы. Жастардың арасында өзін анадан төмен санауы, немесе өзін биік санап кетіп, талай жігіттер ынсапсыздығын кесірінен арынан, сабырынан, ұятынан айырылып қалып жатады. Жұлдыз ауруы да сол ынсапсыздықтың кесірінен ғой. Мысалға жұлдыз ауруымен ауырған кез келген спортшы болсын, өнер адамы болсын, ол арсыздың, ұятсыздың тірлігін жасап жатады кейбір жағдайда. Өйткені ол ынсабынан, оны Шәкәрім айтып отыр. Бүкіл мінездің тізгінін ынсапқа ұстаттық дейді. Көрдіңіз ғой, сондықтан да ынсап, яғни өзін, мен енді спорттың тілінде бүйтіп айтамын спортшы шәкірттеріме. Сенің қарсыласың 10 дүркін әлем чемпионы. Мен жаңа ғана шығып жатқан спортшымын, ондай жетістігім жоқ. Бірақ мен соны атағынан қорқып, оны биік санап қойсам, мен ынсабынан айырылып қалсам, яғни өзімді одан төмен санап қойсам, мен жетістікке жете алмаймын. Мен жоқ оған лайықты еңбек жасап, өзімнің еңбегіме сеніп, 10 дүркін әлем чемпионы болса, 10 дүркін әлем чемпионы шығар. Бірақ ондан мен қай жерім кем, мен сияқты адам ғой деп, яғни одан өзімді төмен санамай шықсам, менің жеңуге оның мүмкіндігім болады. Дәл сол сияқты, егер мен өз қарсыласымды мынау деген әлі жетістікке жетпеген жай жаңадан келген біреу ғой деп, мен әлем чемпионымын ғой деп өзімді биік санап қойсам, сол үшін мен жеңіп қалуым да мүмкін. Сондықтан спортта да, өнерде де, өмірде де жалпы ынсап деген нәрсе ол өте қажет, қазір жастардың бойында өте керек нәрсе. Кейбір бауырларымыз бір-екі жетістікке жеткеннен кейін өзін биік ұстап кетеді. Қарапайымдылық, ынсап деген нәрсе ол өз керек нәрсе. Сол өлең, соны Шәкәрім атамыз былай аяқтайды. Ынсап, рахым, ар, ұят болмаған жан, анық төмен болмай ма хайуаннан, өлген артық дүниені былғағаннан дейді. Сондықтан да ынсабынан айырылған адам ол арынан, сабырынан, сақтығынан айырылады. Арынан, сабырынан, намысынан, ұятынан айырылған адам
бұл дүниені бұлғайды. Сондықтан да біздің жастарымыз ынсапшыл болсын, мен шәкірттерім намысшыл болсын, арлы болсын, ынсапшыл болсын деп біз рухани тәрбиені жүргіземіз. Себебі мен бір керемет шара өткізгем. Рух тәрбиесі жеңіс кепілі. Дене тәрбиесі бар ғой. Дене тәрбиесі үшін сіз барып денені шынықтырасыз, дұрыс қой? Физикалық. Енді рухты да тәрбиелеу керек қой. Рух қалай биік болады, егер рух тәрбиесімен біз айналыспасақ. Сонда рух тәрбиесі ол жеңіс кепілі. Тек қана дене тәрбиесі емес, жеңіс кепілі. Денесі мықты, күші көп физикалық азаматтар бар, бірақ олар жеңіске жетпеуі мүмкін. Сонда дене тәрбиесі сияқты рухты да тәрбиелеу керекпіз. Егер екі спортшының физикалық күші, техникасы бәрі бірдей болған жағдайда кім жеңіске жетеді? Рухы биік спортшы жеңіске жетеді. Елге кім қызмет етеді? Рухы биік азамат қана елге қызмет етеді. Сонда біздің жастарымыз рухы биік болу үшін не істеу керекпіз? Біз ұлттық құндылықтарымызды насихаттау керекпіз. Сағадаттай, Бауыржандай біздің аталарымыз бар ғой. Солардың еңбегін үлгі ету керекпіз жастарға. Жастарға солар үлгі болуға тиіс. Ұлттық идеология, баулу деген жалпы осы нәрсе ғой. Біз одан кейін өз-өзін жалпы мынау керемет айтып жатырсыз, тәртіп дейді ғой. Жаңа Бауыржан атамыз жайлы айтып жатырмыз. Бауыржан Момышұлы атамыз тәртіпке бағынған құл болмайды деп айтып өткен. Мұхтар Әуезов атамыз да кез келген істің өнуіне 3 шарт керек дейді. Ең біріншісі ниет, екіншісі білім, үшіншісі жаңа тәртіп дейді. Сол сияқты осы жалпы осы шәкірттеріңіздің арасында тәртіпке бағынбайтындар, тәртіпке бағынудың жалпы жетістігі зор болады ғой. Әрине. Осыған байланысты да жалпы осы тәртіпке бағыну үшін жаңа айтып жатырсыз, шынымен де кейбір жастар бір-екі жекпе-жектен кейін бір өздерін биік санап кетеді деп. Бұның ішінде барлығы бар ғой, тәрбие, тәкаппарлық дейді, тәкаппарлыққа бет алдырмау. Шәкәрім, Абай аталарымыз өте керемет айтып кеткен. Осы жерде жалпы тәртіпке байланысты қандай ой білдіретін едіңіз? Енді тәртіпке байланысты, одан кейін жанындағы адамдар бізде бос мақтау көп қой. Мақтау мен бауыздау деген нәрсе де бар, дұрыс қой? Енді мақтаудың да екі түрі болады. Елдің мақтауы, көптің мақтауы. Түсіндіңіз бе? Енді ол көптің мақтауы деген, көп бүгін сізді мақтайды, ертең даттайды. Жекпе-жекке жеткен кезде бар ғой, елдің бәрі пікірлерін, комментарийлерін қалдырады мақтап. Ертең жеңіліп қалған күні талай бауырларымызды көрдік, даттайды, жекпе-жекке шықпай қойшы. Анау да мынау, сен мүлде төбелесе алмайды екенсің деген сияқты неше түрлі пікірлер қалдырады, намысына тиетін. Сондықтан да, бірақ көбісі сол көптің мақтауына мәз болып жүр ғой. Көптің мақтауына. Бірақ енді бір сондықтан мен енді шәкірттеріме айтам да, жақсының жақсылығын айту керек, бірақ көптің мақтауына сендер мән бермеңдер. Елдің мақтауын алыңдар. Елдің мақтауын айырмашылығы қандай? Сау болыңыз. Елдің мақтауы деген, ел мақтаса, ешкімге татқыздырмайды. Мысалға, біздің тарихта қалған тұлғаларымыз бар ғой, елдің мақтауын алған. Бірақ олар туралы бір нәрсе айтып көрсінші, ел ертең оларға қарсы шығады. Дұрыс қой? Өйткені татқызбайды. Олардың да пендешілігі бар. Бірақ олар елдің мақтауын, елдің мақтауын алу үшін не істеу керек? Елге қызмет ету керек, ерлік жасау керек. Сондықтан да мен шәкірттеріме айтам, сен ел ол спорттағы жетістігін жақсы, бірақ ерлік жасамай, ел үшін қызмет етпей, елдің мақтауын алмай, сен ана мақтауға мән берме. Кейбір жастарымыз бар, көптің мақтауына алданып, бір жұлдыз аурумен ауырып, болды, толдым деп қояды. Болдым, толдым деген ол адамды дамытпайды ғой. Ана ресейдің спортшысы Федор Емельянкин да бір жақсы сөзі бар. Спортшы қарапайымдылығынан айырылған күні жетістігінен айырылады дейді. Сондықтан да қарапайымдылық, мінез тәрбиесі, яғни мінез тәрбиесі ғой айтып отырған. Рух тәрбиесі деген ол мінез тәрбиесі. Сондықтан да енді жастарымыз ынсапшыл болса екен дейміз. Жаңа енді өзіңіз жақсы айтып отырсыз. Шәкірттеріміз тәртіпке бағынған дұрыс. Мына спортшыда қатып қалған тәртіп бар. Салмақ түсіру, жарақат алып қалады, оның өзі. Енді мен өзім диссертацияны қорғаған кезде, мен тақырыбым, спорт саласы бойынша мен спорт және туризм академиясын бітіріп, магистрлық жұмыс жаздым. Сол кезде мына мәселені көтердім. Спортқа ғылым ретінде қарау деген мәселені. Бұл нәрсеге мына шетелдер, дамыған мемлекеттер баяғыда келген. Ал енді мына біздің әлі бір күштің арқасында ғана жетістікке жетеміз деген ой бар да, олай емес. Спорттық медицина, спорттық салмақ түсіру, арнайы мамандар не ішіп, қанша калория тамақ ішу керек. Шетелде бұның бәрі ғылымға айналып кеткен. Сондықтан да бізге сосын тағы бір мәселе айтқым келеді жалпы. Енді Жібек, ол менің шәкіртім, кішкене ғана жетістігі бар. Сол жетістігін алып, оның ынсапшылдығын ынсапты қылып, ұяттың, арын, намысын биік ұстатып, біз жастарға үлгі болып келе жатырмыз. Жастарға кім үлгі болу керек? Бүгінгі міне
Жібек сияқты біздің қарындастарымыз, біздің Сағадат пен біздің Бауыржандай аталарымыз үлгі болуға тиіс. Бірақ солар үлгі болып отыр ма? 2000 жылы Ермахан Ибрагимовтар бокстан олимпиада чемпионы болып келген кезде қаншама Ермахандар дүниеге келді. Мен 2000 жыл қаншама Ермахандарды білемін. Мен өзім 4 Ермахан мен шәкіртім мысалы. Түсініп отырсыз ғой. Қаншама жас боксқа барды. Қазір бұқаралық спортты дамыту деп миллиардтап ақша бөледі ғой. Мен айтам, бұқаралық спортты дамыту үшін кәсіби спортшыларымыз біз насихаттап үлгі қылу керекпіз. Біз егер оларды насихаттай алмасақ, біз олар жастарға үлгі қыла алмасақ, бұқаралық спорт дамымайды. Ол бекер ақша шашу болады. Сондықтан да Ермахан ағамыздың мысалға енді спортшы ретінде оның істеген жұмысы үлкен. Біз осындай азаматтарды құрметтеу керекпіз. Енді қазір өкінішке орай Токиода олимпиадада орын алып келген бізде Сәкен Бибосынов, Қамшыбек, Қоңқабаев сияқты бауырларымыз бар. Олар да жүлделі орын алып келді. Өкінішке орай мен жастармен кездескенде сұрасам, ол кім дейді, білмейміз дейді. Көпшілік білмейді жастарын. Олар мүмкін блогер емес шығар, мүмкін олар өздерін таныта алмайтын шығар. Бірақ мен оны министрлікке де ұсындым, спорт және мәдениет министрлігіне ұсындым. Бір бөлім, бір департамент керек шығар министрліктен. Санаулы ғана спортшымыздың имиджін қалыптастыратын, оларды жастарға үлгі қылатын. Бір бұрын намыс тұта деген керемет бағдарлама болатын. Ер қанаты деген бағдарламада мен ойымша осылай жастарға бір үлгі боларлық азаматтарды насихаттау деп ойлаймын. Сондықтан да біз насихаттау керекпіз. Баулу имидж қалыптастырып, жастарға біз дұрыс адамдарды көрсете білу керекпіз. Бізде Сағадатты біліп, мен де Сағадат боламын деген жастар пайда болды. Клубтың ашылуының арқасында. Дұрыс қой. Сондықтан да осындай жұмыстар жасалу керек. Сосын тағы бір мәселе айтқым келеді. Енді үлкен ағаларымыздан, аталарымыздан естиміз ғой. Баяғыда Наурызбай батыр келе жатып, алдынан бір үлкен жолбарыс шығып, найзасымен түйреп алып лақтырып жіберген дейді. Сол кезде көп не істейді, көп мақтайды. Ой, Наурызжан керемет жолбарысты алып лақтырып жіберді деп, улап-шулап тойлап жатыр екен. Сол кезде қателеспесем, сол Кенесары хан келіп, не істеп жатсыңдар десе, Наурызжан жолбарысты алып лақтырып жіберді. Біз соны жаңағы осылай қуанып бәрі тойлап жатыр деген ғой. Сонда біздің атамыз айтады дейді. Жаңа Наурызжан ертең жауымыз естісе ұят болады. Қайдағы жоқ бір мысықты жеңін лақтырғанға не болды деген сияқты. Түсініп отырсыз ғой. Бұл жақта мен айтқым келіп отырғаны, мен де шәкіртім әлем чемпионы болды ғой. Мен бір қателігім бар, бұрында жасаған. Енді тәжірибе ғой бұның өзі. Ең алғашқы шәкіртім әлем чемпионы болғанда мен қуандым. Шәкіртім айтады, ағай ризасыз ба дейді. Мен айтам, ризамын деймін. Ол болды. Спортқа да келген жоқ. Жұлдыз ауруымен ауырып, ауылында, түсіндіңіз ба? Мен қуанышымды көрсетіп қойдым оған. Кейінгі шәкірттерім әлем чемпионы болғанда қуанып келе жатады ғой. Мен іштей қуанып тұрсам да сыртыма білдіртпеймін. Өйткені оның ата-анасы, бүкіл сыныптасы, бүкіл ағайын туысы оны ертең шапан жауып мақтайды. Бірақ бір адам болуға тиіс қой. Қайдағы жоқ бір мысықты лақтырып жібергенге не болды саған? Қуанып деп айтатын. Дұрыс қой. А то ертең ол нысабынан айырылып қалады ғой. Сонда мен шәкіртім Жібектің өзі чемпион болып Абу-Дабида келе жатқан кезде мен ішкі қуанышымды көрсеткен жоқпын сыртқа. Енді қалыпты жағдайда қолын алдым да жарайсың дедім. Ол түсінбей қалды. Мен айтам, жоспарым солай болған. Мен білгемін. Бұл соңғы әлем чемпионаты, мысалы, алда әлі талай әлем чемпионаты бар. Түсіндіңіз ғой? Егер мен ол жерде ой Жібек жарайсыз деп өзім анда эмоцияға беріп алып қуанып жүрсем, мүмкін елдің бәрі қуанады, ертең журналистер одан сұхбат алады. Сонымен ол мүмкін көп адамдар сияқты. Сондықтан да бізге алдыңғы буын ағаларымызда осы ынсап тәрбиесімен айналысу керек. Қазір енді мен бір мәселені айтқым келеді әдеке. Жаңа Қазақстан деп жатыр ғой. Жаңа Қазақстан деп жатыр. Бір өзгеріс болып жатыр енді, дұрыс қой. Бірақ енді жаңа Қазақстанды кім жасайды дейді ғой. Әділетті Қазақстан дейді. Әділетті Қазақстанды кім жасайды? Оны кім жасайды? Жастар жасайды. Жастар жасайды. Мен басқа білмеймін енді. Жастардан басқа ешкім жасамайды. Өйткені тарихты қарайтын болсақ, 13 жасында Жоңғар Қонтайшыны сөзге тоқтатқан Қаз дауысты Қазбек би. 15 жасында Шарыштың басын алған Абылай хан. 21 жасында тәуелсіздіктің құрбаны болып, желтоқсанда алаңға шығып, қазақ деген затым бар, қайрат деген атым бар, 21-де жасым бар, атам десен атымдар деп қасқайып тұрған Қайрат, Ербол, Ләззат, Сабиралар, олар да жастар. Тәуелсіздіктің құрбаны болғаны да жастар. Алаш ордасын құрған Әлихандар да 25 жасқа дейінгі жастар еді. Енді қазір жаңа Қазақстанды кім жасайды дегенде, рухы биік жастар жасайды. Басын біріктіретін бізге алдыңғы буын ағаларымыз керек. Сенім артатын алдыңғы буын ағаларымыз керек. Үлкен ақсақалдармен кездесем, ақсақалдар алқасымен кездесем, сол кезде
осы мәселені көтергенде мен ол кісілерге айттым. Сөйлей шешен боласың, көре көсен боласың, баулығансың, батыр боласың. Қазіргі жастар дұрыс емес болып жатса, оған кінәлі кім? Алдыңғы буын ағалар. Жауапкершіліктен қашпау керек. Алдыңғы буын ағалар кінәлі. Себебі ол жастар басқа жақтан көшіп келген жоқ қой. Алдыңғы буын ағалардан көргенін, түйгенін, білгенін істейді. Яғни баулай алмадық, идеология жүргізе алмадық. Егер жастарымыз, ол біздің ұлттық құндылық қызық болмай жатса. Ал ұлттық идеология ғой осы жерде. Ұлттық идеология. Енді мен сол кезде бір мысалды келтірдім әдеке. Мектептің программасы, алысқа барып, тарихқа бармай қойып, мектептің программасы. Әбілмансұр Төле бидің түйесін бағады. Дұрыс қой. Сабалақ деп ат қояды Төле би. Артынан ел шетіне жау келгенде арғы атасы Абылайды ұрандатып, Абылайлап жауға шауып, Абылай атанады. Сол Абылай хан болады. Бұқар жырау, ей Абылай, Тұрымтайдай ұлы едің, үйсін Төле бидің түйесін баққан құл едің деп оған айтады, білесіз. Бірақ сол Абылайдың Абылай болып кім баулады? Төле би баулады. Бізге Абылайдай мықты азаматтар болу үшін бізге Төле би дейді аналар керек. Түсініп отырсыз ғой. Ол жақта түйесін бағып жүргенде сабалақ деп ат қоюдың өзі бір үлкен баулу, үлкен идеология, намысын қайрап отыр ғой. Көрдіңіз ғой. Сондықтан да бізге осындай Төле би дейді аналарымыз көп болуға тиіс. Алдыңғы буын ағалар мен жастардың арасында байланыс болуға тиіс. Бізде анау жастардың қолында екен деп алдыңғы буын ағаларды аттап кету керек емес. Біз ол кісілердің батасын алуға тиіспіз. Бірақ бүкіл тәуекелшіл болатын, бүкіл күш-жігердің бәрі кімде? Жастарда, жалынды жастарда, Мағжан сенген. Алдыңғы буын ағаларды қолдау білдіру керек қой осы жерде. Алдыңғы буын ағалардың батасын алып, алдан өту жастардың парызы. Біз алдыңғы буын ағалардан батасын алу керекпіз, қолдауын алу керекпіз. Елімізге осы жалынды жастар елге қызмет ету керек. Енді елге қызмет ету үшін сіздің ойыңызша қазіргінің ағалар, алдыңғы буын ағалар деп жатырмыз ғой, қазіргінің зиялысы деп кімді айтатын едіңіз? Зиялы қауым өкілдері деп жатамыз ғой. Қазіргінікі деп айта алмайды екем әдеке. Ағаларымыз көп. Бірақ өткенде бір отырыста болдым, бір үлкен ағамыздың кітабының тұсаукесері болып жатыр. Сол кезде енді атын айтпай ақ қояйын, бір ағамыз сұрап жатыр ғой. Осы аға туралы айтыңызшы сіз деп. Қандай адам еді деп. Бұл айтады, қазір мен мақтап айтсам дейді, мақтап айтсам. Ертең бұл пенде ғой. Бәріміз пендеміз ғой. Қателесіп кетсе, немесе адасып кетсе, менен бәрі далаға кетеді дейді. Сонда бір керемет сөз айтты, мағынасы былай еді сол сөздің. Тіршілігі бітпеген адам мақтама деген. Мен енді сұрашы Бейсен Құранбек қандай болған деп дейді, тіршілігі біткен. Мен айтып берейін қандай екен дейді. Сондықтан да бірақ үмітіміз үлкен, ел үшін қызмет ететін ағаларымыз көп. Бірақ енді нақты мынау деп енді мақтап айтуға енді дұрыс емес деп ойлаймын жалпы өзім түсінігім бойынша. Алдында бір Ақселеу Сейдімбек ағамыз бар ғой. Марқұм болып кетті ғой. Сол кісінің бір сұхбатын тыңдап отырсам, ол кісі айтады, қазір енді әр министерствоға өзінің министрлері бар. Әр облыстың, өңірдің өзінің әкімдері бар. Дейді, мықты дейді, біздің басшыларымыз мықты дейді. Мысалы үшін қаржы саласы болса, шетелде оқып келген, басқа бір сала болса, ол да бір ол жақта көп түйгені бар, тәжірибесі бар дейді. Бірақ Ақселеу ағамыздың айтып жатқаны, елімай әнін білмейтін министр, елімай әнін білмейтін әкім, ол елге, ұлтқа, жұртқа жаны ашымайды дейді. Сіздің ойыңызды осы жерде білгім келіп тұр. Қаншалықты сіз оған нәрсеге келісесіз? Елімай деген енді білесіз ғой, біздің тарихымыз, қазақтың барлық қиыншылығы, барлығы бейнеленген ғой. Сол енді елімай әнін шығуда өзі бір сондай бір қазақтың басына төнген үлкен бір қасірет деп айтсақ болады. Енді сондай бір тарихын білмей, сондай бір кезеңді білмеу әрине ол үлкен сын шығар мүмкін ел басқарып отқан азаматтарға. Кез келген министрлікте болсын, басқармада болсын, басшы болып жүрген азаматтар, олар рухы биік болуға тиіс, яғни елге қызмет етуге тиіс. Елге қызмет ету, бағана айттық, рухы биік қана азаматтың ісі, сондықтан да елге қызмет етуге тиіс. Рух тәрбиесін біз жасау керекпіз. Мүмкін қазіргі таңда бар шығар елге қызмет етпейтіндер. Бірақ кейінгі ұрпақты біз рухты қылып тәрбиелесек, олар да ертең 50 жылда ел жана дейді, елге қызмет ететін азаматтар болады деп ойлаймын. Сондықтан да қазақ жалпы ұрпақ үшін өмір сүрген халық қой. Нұреке, жалпы қалай болып жатыр? Атпен серуен керемет болып жатыр. Аттың үстіне мінгеннен кейін рухымыз көтеріліп жатқан сияқты. Шыны керек, арнайы дайындық болған жоқ, қарбалас. Қазір үлкен жарыстар ұйымдастырып жатырмыз. Сол жарыстардың шаруасымен шапқылап жүрміз. Жалпы осы ер қанаты бағдарламасының болмысы жайлы не айтасыз?
Енді өте ризамын, осындай ер қанаты сияқты бағдарламалар өте көп болуға тиіс. Бұл да бір ұлттық құндылығымызды насихаттау деп білем. Аттың үстінде осылай сұхбат берудің өзі. Сұхбатымыздың өзі міне аттың үстіне мінгеннен кейін бе бір рухани әңгіме айтып жатырмыз. Керемет тәрбие туралы айтып жатырмыз. Енді шәкірт тәрбиелегеннен кейін ұрпақ тәрбиесін біз көбірек ойлаймыз. Ұрпақтан үлкен үміт күтеміз. Енді қазақтың жалпы өзі ұрпақ үшін деп, ата-ананың өзі бала үшін деп өмір сүреді ғой, білесіз ғой. Сондықтан да біздің мемлекетіміз мықты болу үшін рухы мықты болуға тиіс. Ер деген атқа лайықты азаматтарымыз көп болуға тиіс деп ойлаймын. Рахмет. Мен бір бөлісейін енді ер қанаты деген бағдарламаға. Мен бұл еш жерде сұхбатқа айтпадым, бұл ешкім білмейді деп айтсам болады. Енді сізге мен айтайын. Кітап жазып жатырмын. Иә. Мына президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев балалар әдебиетінің қалыс қалғаны туралы айтқан болатын өзінің жолдауында. 2022 жылды балалар жылына арнаған болатын. Сол кезде менде бір үлкен жоспар болған. Қазір міне жазушылармен бірлесіп отырып, Жібек Құлымбетова туралы, кішкентай 9 жасар жібектің жеткен жетістігін мысалға ала отыра, қазақ қыздарын бір рухын биік көтеретін. Біздің ол кітапта тек қана Томирис, біздің Домалағана, Құртқа, Әлия мен Мәншүк, ол жақта Хиуаз, Сабира Ләззаттар барлығы қамтылатын бір қазақ қыздары қандай болуға десең мынандай деп көрсететіндей, қазақ қыздарының рухын көтеретіндей бір кітапты жақын арада бұл кітап жазылды ғой, жазылып, қазір өнделіп, бұл кітап алдағы уақытта басылымда балалар әдебиетіне қосатын бір үлесіміз болады. Тұсаукесеріне қатысатын шығармыз бұл кітап. Тұсаукесеріне шақырамыз міндетті түрде. Және Біріккен Араб Әмірлігі Жібекке өте қатты қызығады ғой. Бұл кітапты ағылшын тіліне аударайықшы деп, олар өздері ұсыныс білдіріп отыр. Сондықтан бұл халықаралық деңгейде біз қазақтың рухты халық екенін, қазақтың қыздарының батыр екенін біз көрсеткіміз келеді. Бұл да бір идеология деп білем. Және екіншіден біздің Сағадат Батыр спорт клубының әнұраны бар. Ибрагим Ескендір бауырым әнін жазды. Қарасаздық Қуаныш Жазай деген ақын бауырым сөзін жазған. Оны Сағадаттың әрбір спортшысы айтады. Себебі міне, ол біз әрбір бапкер, әрбір басшы, әрбір мемлекет қызметкердегі азамат, ол идеолог болуға тиіс. Көрдіңіз ғой, біздің жасап жатқанымыз бұл идеология. Мен енді тренер екенмін деп қолды қалай қайырып, қалай қылқындыру кереккен ғана үйретіп шектелсе, мұнда ол дұрыс емес. Біз ән арқылы, біз поэзия арқылы, біз жаңағы кітап арқылы болсын, әдебиет арқылы болсын, біз осындай рухани идеологиялық жұмыс жасауға тиіспіз деп ойлаймын. Жақсы, Нұрекен, осы жерде сөзіңізді бөлейін, жалпы айтады ғой, жігітке жет өнерді аз дейді. Жаңағы керемет әңгіме өрбіп жатыр, кітап жазып жатырмын деп жатырсыз. Осы жерде бір көрерменге бір тосын сый ретінде бір өнеріңізді көрсетсеңіз. Енді спорттан бөлек. Бәлкім бір ән айтасыз ба, немесе? Жоқ, енді бұлай болсын, енді өнер көрсет деген кезде жалпы енді әрбір шәкірттерім де менің, Аллаға шүкір, Жібектің өзі Қызылға бітіріп жатыр, алтын белгіге бітіріп жатыр. Өйткені білімді болуға тиіс біздің жастар. Мынандай түсінік дұрыс емес нәрсе. Ата-аналар келетін бұрын маған. Балам сабағын асар еді, спорттан бір нәрсе шығар. Спорттан шықпайды. Білімсіз қандай спорт? Жарайды, бір-екі прем үйренер, бір-екі чемпионат, бірақ әлем чемпионы болсын, оған көркем мінез керек, оған білім керек. Жаңағы чемпионаттың өзі тактика құру үшін де адамға білім керек. Сондықтан да жалпы мен мына мәселені көтергенмін, магистрлық жұмысым есіме түсіп кетіп жатыр. 12 себебі, баланың 12 әсері балаға беретін. Шынайы бәсекелестік деген нәрсенің өзі спорт арқылы келеді. Яғни мында спортта мынандай бір жақсы сөз бар да, мен мықты болу үшін мен қарсыласым мықты болуға тиіс. Және мен оны құрметтеуге тиіспін. Ұтылсам да қол алысып басымды иіп кетемін. Түсіндіңіз ғой? Яғни бірақ мен таза өз еңбегіммен сол мықты қарсыласты жеңуге тиіспін. Шынайы бәсекелестікті де сол спорт арқылы берілетін бірде-бір мінезін. Мысалға өзіміз біздің президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың өзі болсын спорттан алыс емес. Үстел теннисінен мысалға қалай керемет кәсіби спортшылармен ойнап жатыр. Сондықтан да бізде көптеген азаматтар, кәсіпкер болсын, үлкен жетістікке жеткен спорттан хабары бар деп ойлаймын. Сондықтан да спортқа білім керек, жан-жақтылық керек деп ойлаймын. Қазіргі жаңа Қазақстан жастары рухани биік, жан-жақты болуға тиіс. Керемет. Енді мен жаңа қысқаша айтайыншы, мына Сағадат Нұрмағамбетовтың спорт клубының әнұраны. Енді сіз де өзіңіз осылай керемет бағдарламаны бастап жүрсіз, сөзін бір тыңдап көріңіз деп, бір жағынан көрермендер, мен сол өлеңді оқып бергім келіп отыр. Жақсы. Бұл енді әні бар негізі, Ибрагим Ескендір жазған. Әрбір Сағадаттың, жалпы қазақтың жастары айтып жүруге тиіс деп ойлаймын. Отан үшін отқа түссе күймеген,
бір құдайдан басқаға бас имеген, дүниенің төрт бұрышын билеген, мен қазақтың ұрпағымын, мен қазақтың ұрпағымын, ұлымын. Ерліктері ғаламаттым, бауыржан мен сағадаттың, әлия мен мәншүктердің сонындағы аманаттың, қолдан берме ел намысын қорғау үшін, жаралғанбыз бабалардың ерліктерін жалғау үшін. Жігіттері таптатпаған намысын, арулары жанын берген ар үшін, ізгілікке жалғастырған әрісін, мен қазақтың ұрпағымын, мен қазақтың ұрпағымын, ұлымын. Осы не ән қылып біздің сағадаттың спортшылары айтып жүр. Сонымен қатар енді жандай енді өнер деп жатсыз, мен өзім поэзияны жақсы көрем. Мұқағалиды, Абайды, Шәкәрімді оқимын, Мәшһүрді оқимын. Шәкірттеріңіз біле ме поэзияға жақын екеніңізді? Біледі. Иә. Өзім өйткені Жарасқан Әбдірафтың 70 жылдығына мен турнир өткізгенмін джиу-джитсудан. Өйткені мен сұхбатқа бардым радиоға. Журналист айтады, сіз спортсыз ғой, абайлап сұрақ қоя, ұрып тастайтын шығарсыз деп қыз бала айтып отыр ғой. Сонда мен айтамын, не үшін? Ол айтады, спортшылар мәдениетті. Мүмкін бар шығар енді спортпен айналысып бір мәдениет жасап жүрген, бірақ барлық спортшылар чемпиондар ондай болмайды. Ондай болуға тиісті емес. Сондықтан тем более қыз балаға біз қол көтермейміз. Сондықтан мәдениетсіз деген түсінік бар ғой дейді қоғамда. Сол түсінікті мен онда жоямын деп, осыдан 5 жыл бұрын ғой, Жарасқан Әбдірашев атамыздың 70 жылдығы. Сол кезде мен Жарасқан Әбдірашев ойладым, кімнің осы мерейтой екен? Жарасқан Әбдірашевтың 70 жылдығы. Мен өзім сүйіп оқыдым өлеңін. Сол кісіге арнап турнир өткіздім. Бәрі түсінбейді, ол кісі спортқа қандай қатысы бар? Спортқа қатысы жоқ. Біз спортшылар өнер қайраткерлерін біз құрметтейміз, біз білеміз. Жарасқанның да өлеңдері мықты ғой. Тауға қарап Жарасқан өлеңін еске түсіп жатыр, мен деген бір емес бірнеше өлең оқиын деп тұрмын ғой қазір. Енді 7-ші сынып кезінде әдебиетке менің жақын болуыма, сүйіп оқуыма, жалпы осы әдебиетке деген махаббатымды ашқан Ғалия Темірбекова деген менің ұстазым. Енді ол кезде балалықпен далада ойын қуып кеттік қой. Сол кезде Ғалия апайым жақсылап тұрып маған сүйектен өткізіп тұрып айтқан болатын сөздерін. Сол кезде мен Қасым Аманжоловтың өлеңін 5 шумақ жаттап кел дегенде толық жаттап келгем, сол өлең мен әлі есіме сақтаулы. Және сол өлең осы бір өзімнің бір ұраным сияқты жалпы. Өзімнің бір жанымнан шыққандай болады. Сондықтан сол Қасым Аманжоловтың өлеңін оқып беріп, өзге емес өзім айтам өз жайымда, жүрегім жалын атқан сөз дайында, теренде тұнып жатқан дауыл күйді тербетіп тулатып бір қозғайында, Аманжол Рахымжан Қасымымын, мен қалған бір атаның ғасырымын, біреуге жұртта қалған жазығымын, біреуге аспандағы асылымын, шарлаған жолым жатыр жер бетінде, көрінер көлеңкесі келбетімде, қай жерде үзіледі-ау қайран сапар, түйін боп өмірімнің бір шетінде, сол жерге қаламын ба мәңгі тоқтап, жоғалып жер бетінен сүрілу соқпақ, немесе бастарым ба екінші өмір, жалынды жыр жолында қызыл соқпақ. Дүние жалт-жұлт еткен кен мекенім, көре алмай көп жерінде мен кетемін, арпалы сала құйын заманалар, арбасып тұрып алды мен етемін. Өмір жоқ түскен жерде бір арнаға, көп күттім, көп тіледім құмарлана, қайтейін жетер емес қысқа өмір, алыстан көрінгенмен мұнарлана. Сен неткен бақыттысын келер ұрпақ, елесіне қараймын мен танырқап, жер сарайын жаңғыртып сен келгенде, көрпемді мен жатамын қырдағым тап. Екі көз, екі жұлдыз маңдайдағы, көрушен құбылысты қайғайдағы, япырау сенде бір күн сөнермісін, қап-қара түнек болып маңдайдағы. Өкінем, менде бір күн өлемін деп, өкінем ұқсата алмай келемін деп, күніне 100 ойланып мың толғанам, өзіммен бір өлмесін өленім деп. Беуде, керемет Нұреке. Көп-көп рахмет. Шынымен де мына қамшының сабындай, құстың тұмсығындай қысқа ғана өмірде сыйласып өткенге еш нәрсе жетпейді ғой. Тағы да өз атымда мына Ер қанаты жобасының ұжымының атынан өзіңізге ерекше алғысымды, ілтипатымды білдіргім келеді. Бүгінгі сұхбатқа осылай тығыз уақытыңызға қарамастан уақыт бөліп келгеніңізге мың рахмет Нұреке. Жасай беріңіз, аттан түспеңіз, аман болыңыз. Тек қана жақсы күндерде жолыққанша. Көп рахмет. Рахмет. Баршаңызға.